Алып тастадық қой мынаны, ана жердегіне. Жаңа кескеніміз қайда кетті? Мына жерде, мына жерде біраз мәселе бар екен. Ана жерде көрсеңіз, мына жерде ауру бар, мына жерде қурап қапты. Оның түрлі себебі болуы мүмкін. О жерде механикалық жарақаттанудан болды. Немесе о жерде біраз зиянкестер қатты зиян тигізді. Сол үшін біз сол бұтақты алып тастауымыз керек қазір ортадағын. Ауру. Оны алып тастаймыз. Оны қорап қапты, торы қапты. Мына жерде кішкене инфекция қалды енді, мына жерде білмеймін не болады. Мына жерде көбінесе бұда қатерлі ісік ауруы да бар да ағаштарда. Қара рак дейді оны. Сондай басталады кейде ағаш әлсіресе. Ол негізі бірден болады, ағаш әлсірегеннен болады. Иммунитет. Сол үшін ағаштарыңыз мына жемістер қалатын болса, қалдырмаңыздар. Мынау инфекцияның, мынау отаны неме дейді, ордасы. Бұда түрлі қазір самырғалақтық аурулар тұрнады. Сосын бұлай теріп тастау керек бәрін. Әсіресе манилиоз, шірік аурулар көп болады да. Міне жайлап ашылып жатырмыз. Мына жерде үш басты, бізде кішкене үш бастың арасын ашайық бүйтіп. Бұны екі басты қыласылайық бүйтіп. Екі басты жүрейік. Сосын мынау қатты биікке кетіп бара жатыр екен, қатты. Мен оны мына жерден тоқтатып, мынаған жіберемін. Мынаған ше. Соған кетсін. Мынау аспанға жарысып қайда баратқан білмеймін мынаны енді. Өйткені бәсеке ғой қатты. Соны алып тастаймыз. Мына жерден мынаны ары қарап жіберемін, қараңыз. Мынаны былай қарап мынамен жібереміз. Оны тағы да мына жерін былай жіберейік. Қандай бәсеке болып тұр мына жерде, қиын жағдайлар. Төбеге кетіп бара жатыр, мынау кедергі жасайды төбесі негізіне. Негізі тік өскен бұтақтарда жеміс ағаштары негізі көп түйін салмайды. Сол үшін міндетті көбінесе жанама бұтақтарға жұмыс істеген дұрыс, соларды дамытуға. Мынау негізі қазір көтере алады. Сосын мынау да сол. Биікке кетіп бара жатыр, қайда бара жатыр екен ол кісі. Ертең мынау биік өтетін болса, мына бетті жабады ол. Сосын болмайды. Мына жерде бір-бірімен қатты айқасып бара жатыр. Біз мынаны алып тастайық та, мына былай қарап жүре салайық. Мынауды дәл солай. Мынауды араларын азайтайық. Так. Аны алып тастай салайыншы мен. Ой, тоқтап қалған жоқ па? Онда қазірше болса мыналар. Мынаны аламыз. Ішіне өскендердің бәрін алып тастаймыз. Сосын бұл жер тағы да бір мәселе, мынау анарға бір-бірімен кедергі жасап тұр. Анар екеуі бір-біріне қатты мәселе жасайды. Сол үшін ол бір-бірінен қайсысы мықты болады, сол басып кіреді ғой территорияға. Мына жерде менің түсінгенім анар мықты болып келе жатыр да, кіріп келе жатыр бері қарап. Сол үшін оның арасын мәселесін екеуінің арасында теке-тірес шешу керек. Ішіне өскендерді алып тастап жатырмын. Өскендерін алайық. Басқаларға мүмкіндік берейік. Қалай өп келе жатыр? Жақсы өп келе жатыр ма? Енді біз ана төбеге шығайық. Бізде арнайы саты жоқ. Енді былай шығамыз енді ана жоқ. Так, бұл жерде
Бұл жерде көрініп тұрған шығар қайсысын алатын ба? Е? Көрмей тұр ма? Ара өте жақсы ара. Силки деген Жапонияның арасы. Жапониялық болат. Өте жақсы кеседі, өте мықты. Ұсынам. Сосын Силки, RS деген де бар. Бұларда екі түрлі фирмасын білем. Осындай қатысы. Бұлар бізде көп сатылмайды, бірақ біздің ана Қазақстанда rubankov.kz деген сайт бар. Сол жерін тапсырыс берсеңіз болады. Көбісі бізден Ресейден алып келетін. Сосын RS-терді sekator.kz деген сайт бар. Ол жерде бірақ оны алып келетіндер украиндар. Біздің өзіміз жергіліктер көп айналыспайды. Бізде бірақ Felco дегендердікі бар. Швейцариядан келетіндер. Онымен айналысып сататындарды білем. Сосын Lowe деген бар, немістердің. Олардікі жақсы, оларда бірақ ара жоқ. Ара келген кезде жапондықтардан мен өзім ұсынамын. Мәселесін шештік біреуінің шамамен. Мынау да міне көрдіңіз, барып айналып жатыр да, қайда барарын білмей. Үстінде де біраз мәселе бар екен, алайық. Так, мынау былай қарап кетіп бара жатыр екен, мұны алайық ішіндегісін. Мынау жоғары қарап кетіп бара жатыр екен, оны алайық ішіндегісін. Алейкум. Көшеде біреулер амандасып отыр. Негізі мынаны да алып тастай салу керек емес екен. Сосын мынаны алып тастаймыз. Сосын мынаны алып тастаймыз. Мынау да кетеді. Мынаның арасы өте қалыңдап кеткен ғой негізі. Ашылып жатыр ма арасы? Жақсы ма? Өйткені сол керек қой бізге. Алмалар жақсы қызарып түсу үшін. Сосын мына алма жазда негізі шілде айында, яғни өнім түзіп болып, өнімге отырғаннан кейін, ол болды енді өзінің бағдарламасында солар пісірем деп ойлайды да. Одан кейін келер жылдың бүршіктеріне дайындала бастайды тағы да, қай жерден оятуға болады деген. Олар көп жерден нүктелері бар шығатын. Бірақ ол жер оянбайды, көбінесе күн сәулесі тимейді. Күн сәулесі жақсы тиетін жерден бүршіктер тез оянады. Сол үшін негізгі жұмыста сол келер жылғы өнімге де жұмыс істеу керек. Кейбіреулер айтады ғой, мысалы, биыл ағашым көп салды, келер жыл демалып, биыл демалып жатыр деген, немесе келер жыл демалады деген. Ол енді дұрыс сөз емес негізі. Ол арнайы бір сорттарына байланысты болмаса, кез келген әр жылы алмадан өнім алуға болады. Әр жылы. Так, мына беті болды. Мынаны енді үш басыналардың кішкене тоқтап тұрайық, тоқтаңдар, кішкене жеміс салуға ойланыңдар деген сияқты ой тастайық бұларға. Мына шамамен мына жақтар бітті ау деймін негізі өзде. Енді қазір мына жақта қалай болды? Мына жер бірақ тағы да мәселе бар екен, мына екеуі бар екен. Көрдіңіздер ме? Біз осы екеуінің мәселесін шешуіміз керек. Солақай болғанса оңға ыңғайсыздау екен. Ара жақсы болатын болса жарақат қалдырмайды да, сонысы жақсы. Қандай инструмент болса да. Қолымды қанатып алдым. Алдында бір қолымды кесіп алайын. Қанап кетті. Мына ішіне өскен әлде болады, кальчаты бар екен. Кішкене дұрыс болып қалды ой деймін ше. Салмайсың тәке. Одан жоғары мінеймін енді. Так. Бұндай үлкен ағаштарға негізі анау жасын ұзартатын кесу жұмыстарын жүргізген дұрыс та. Бұларды әлі біз көбіміз ерте өліп тез өмір жасы қысқартып жібереміз, өзіміз дұрыс қарамағандықтан. Осыларды жасартатын кесу деп айтады. Амалар жой обрезка деп айтады. Екінші рет тынысын ашып бір той еріктерге тоқал алып бергенде ғой.
екінші тұнысын ашып дегенде. Так, міне. Жабайларды алайық. Түсі ма? Қазір түсет жарайды, түсті болды. Мынау да битке кетіп бара жатыр міне. Сосын бұл нан жауып тұр. Мен түсінген күн былай ғана түсет. Сосын нанды мына жерін аламыз тағы да. Сосын нанды алайық, бекке бар ма дейік. Оңбай құлайсың бектен деген сияқты. Так, мына жерде мыналарда кішкене нан былай бұрайық. Бір-біріне қарап. Бірақ мынада өте көпті не түйіндер ше. Бірақ білмеймін, биыл бәрі салды ма, салмады ма? Негізі әдемі қыз, мынада көрініп тұр да, қандай келер жылдықын көріп тұрмын да, нелерімен, не дейді, гүл салатын. Нанды алайық. Бір-біріне кіріп бара жатыр негізі. Мен мынаны алып тастаймын, көріп тұрмын, мынаны ала салу керек. О, көрдіңіз қалай болды? Жақсы болды? Болды, мына жаққа қазір тиіспей қоямыз. Енді мынаған кірісейік. Негізі мынау артық болып тұрды негізі. Биікке өскенмен мына жақ жауып тұр. Қазір біз анау кесе тәріздесі форма берейік бұған ше. Кесе тәріздесі деген форма бар. Опа. Қалай болды енді міне? Жақсы болды, орасы ашылып, Бітіп қаппыз ғой шаманы езік міне. Қазір бітеміз. Көп көрінгенмен былай істей берсең бітіп қалады екенсің негізі. Түсінбеген сұрақтар айызбек болса қоя беріп. Өйткені бұның астында YouTube-қа салған екен, бұның астында міндетті түрде бәрібір сұрақтар болады. Соған байланысты қазірден бір ойда сұрақтар болса қоя бер, өйткені мүмкін біреулерге көмегі тиер сол сұрақтар бойынша. Ол түсінікті, жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ. Қарама-қарсы сұрақ бар да оған. Майда-майда көп өнім болған дұрыс па? Мынандай. Мысалы, дейік мысалда, 150 грамдық, немесе 100 грамдық 10 алма болған дұрыс па? Немесе 200 грамдық 6-7 алма болған дұрыс па деген сияқты. Қайсысы дұрыс? Мысалы. Өйткені көп салғанмен ол дұрыс қоректендіре алмайды, дәмін кіргізе алмайды. Біз бұған сапалы да жоғары өнім алатын мүмкіндік беруіміз керек қой. Ол жер тағы да біз ескеретін нәрсеміз, бұның біз келер жылын ескеріп жатырмыз тағы да. Бұны біз жасартуға тырысып жатырмыз ағаштағы да. Сол үшін бұл кесудің несі өте көп. Міндетті түрде сіз гүлдердің міндетті түрде айырыласыз біраздан. Бірақ сіз өзі оның орнына сапалы өніммен, одан кейінгі жыл өнімді жоғарылатумен орын жауып аласыз, ода ешқандай тұрған қорқатын ештеңе жоқ. Өйткені анау не ғой? Бір нәрсеге жету үшін құрбандық керек қой. Ағаштарда жақсы неге жету үшін бір нәрсені құрбан етесіз. Өйткені керек емес бұтақты құрбан етесіз. Стресске түседі. Кез келген ағашты кесу стресс. Бір жерін кестіңіз ба, тірі жан болғандықтан стресс, оған жауабы бар. Енді бұл стресsin қалай екенін айтып берейін қазір. Бұл жерде стресс болған кезде кесіп жатырмыз ғой қазір. Яғни бұның келер жылы фотосинтез процесін жүргізетін жапырақтар азайды. Ағаш оны түсініп тұр қазір, азайып жатқан. Яғни ол орын толтырғысы келеді, ертең мына жерлерден атпа бұтақтар шығады ғой көп болып. Сол үшін одан кейін не істейміз? Жазда обрезка жасауымыз керек, жазда кесу жұмыстарын жүргізуіміз керек. Жазда жаңа атпа бұтақтар шығып кетті жаңа іштен бейді көп шаштарды. Солар кесіп алып тастауымыз керек қой. Сосын егер дұрыс кеспесеңіз, ағаш өледі. Жаңадан жерді көрсеттік қандай болып тұрғанын. Ол дұрыс кеспеген міне стресс. Бірақ кез келгенде стресс. Сол үшін бірақ тағы ұсынылатын нәрсе, мысалы үлкен ағаш болғандықтан біз жасартатын кесу жүргізіп жатқандықтан біз кәдімгідей қатты кесіп жатырмыз да былай кәдімгі барын салып. Бірақ жас ағаштар болатын болса, не болса, арнайы көп формасын көп кеспей әдемілеп істеп қойылады. Өйткені басқа жерде амал жоқ.
Сосын біз бұның қазір екінші тынысын ашуға тырысып жатырмыз. Екінші өмір. Тағы қандай сұрақтар бар? Жоқ, 10 жылдан үлкен бұл. 10 жылдан үлкен. 10 жылдан үлкен. Мынау шамамен 15-20 жаста ма, сондай ғой мына ағаш. Алма ағаштар негізі мынау дәстүрлі ағаштар, дәстүрлі неде тамырдағылар бұлар 50 жасқа дейін өседі. 50-ге дейін бере береді. 50 жылға дейін. Ал негізі мынау жанымызда тұрған алмұрттар өсіп тұр, оларды мысалы жартылай ергежейлілер 10 жыл, 15 жыл, 20 жылға дейін береді. Ары кетсе 30 жылға дейін. Негізі мен ұсынам, негізі жартылай ергежейлі ағаштарды алу керек та. Мысалы қазір төбеде жүрміз, кім алма жинайды бейт мысалы. Арнайы бір ұзын нәрселермен тартып үзіп алатын қазір құрылғылар ғой, сонымен істемесе. Мына жақта шамамен болды, қазір осымен аяқтайын. Мына жақ көрініп тұрған шығар. Яғни біз барынша күн сәулесі дұрыс түскенге, бір-біріне қоректі элементтер бір-біріне қатты бәсекелес болмауына жағдай жасап жатырмыз. Енді соңғы бет қалды ой мына жақа. Мынау тұра берсін, орта ашық бізде. Орта ашық, неге жетеді. Бірақ мен мынаны алып тастағым келіп тұрмын. Артындағы осының арт жақтарында бар екен біраз мәселелер. Оларды кесіп басқаларына мүмкіндік берейін. Так. Не алып мен көріп тұрмын. Бұлай болып тұр, қазірше мынау жетіп тұр. Анан қуанағы бойым жетпейді екен да, кішкене аламай тұрмын. Бірақ жарайды, тұра берсінші қазірше. Қолымда анау кесетін, үлкен кесетін болмай тұр. Биіктерді алатын. Ол жақ шықпай, аяғым тірек тұр бұл. Алма ағаш, негізі алмұрттың өте несі болады ше, сынғыш келеді қатты. Сосын менген кезде байқау керек. Баса бермей керек, салмақ салып. Так. Ой, мына жерде біреу ұнамай тұр маған. Біреу ұнамай тұр қазір былай. Хирург сияқты болды қонама. Кесеміз деп шығасың ғой негізі. Міне. Мынау бірақ бір-біріне көрдім, бүйтіп тиіп тұр мен. Оп, міне. Сол үшін қазір соны алым керек мен. Қалай болса да. Былай жүрейін енді. Ох. Мына жерін бір бұрыш қалдыра салайық, жоғары басқа жаққа бұра саламыз. Жарайды. Мынаны аламасақ болмайды екен ғой. Міне. Болды, осы менде болып қалды. Мен төмен түсейін, қазір алыстан көреміз, жарай ма? Апа. Опа! Жаңа жерге барайық. Арт жаққа қай жерден бастадық? Мына жақтан бастадық па?
Иә. Міне шамамен осылай болды. Кішкене көріне ма? Иә, міне. Өзіме де ұнап тұр енді формасы кішкене. Енді әлі де келер жылы кішкене тағы да жүргізу керек. Тағы бір кессек, Құдай қаласа бір әдемі болады деп ойлаймын. Ең бастысы біз жақсы арасын ауа кіретін, арасын күн сәулесі жақсы түсетін, бір-біріне кедергі жасап тұрған, бәсекелес болып тұрған бұтақтарды алдық. Сынып тұрған жаңағыдай қураған бұтақтарды алдық. Енді Құдай қаласа келер жылы дұрыс қоректі элементтермен қоректерін жақсы жүрсе, және аурулармен зиянкестермен күресу жақсы жүрсе, жақсы өнім алуға болады. Жақсы, рахмет.